Қайырлы күн, құрметті көрермен, тікелей эфирде телеорталық хабары. Айта кетейік, егер сұрақ сауалдарыңыз болса, қоңырау шалып хабарласа аласыздар. Ол үшін экранда көрсетілген 33 90 35 нөмірі бар. Сұрақтарыңыз болса, эфирге қосыла аласыздар. Біздің өңірімізде балалар оқу орталығы жұмыс істейді. Осы бағытта, яғни қазіргі жазғы маусымда балаларға қандай шаралар ұйымдастырып жатыр екен, жалпы осы орталықтың жұмысымен алдағы уақыттарда толығырақ танысатын боламыз. Ол үшін тікелей эфиріміздің алғашқы қонағын таныстыра өтейін. Сүлеймен Баязитов атындағы балалар оқу орталығының басшысы Алпысбай Қоныш келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет. Келгеніңізге енді алдымен өзіңіз айтып өтсеңіз, жаз айында балалар кітапханасы қандай жұмыс тәртібімен өтеді? Иә, енді жайдары жаз келгеннен кейін біздің жұмысымызда қыза түседі. Өйткені жазғы демалыс, жазғы лагерь маусымы басталатыны белгілі. Сондықтан біздің кітапханамыз дәл қазір қарқынды түрде жұмыс жасап жатыр. Біз енді балалар оқу орталығы болғаннан кейін біз балаларға және жасөспірімдерге қызмет көрсетеміз. Балалардың, жасөспірімдердің уақытын тиімді әрі пайдалы өткізуге күш салып келе жатырмыз. Енді бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күні ғой. Осы күні біздің жазғы маусымымыз ресми түрде өзінің шымылдығын ашқан болатын. Екінші маусым күні Мейірім фест атты ерекше балаларға арналған инклюзивті фестиваліміз өтті. Осы фестивальдің аясында біз биылғы жазғы маусымымызды ашық деп жарияладық. Міне содан бері қарайғы уақытта балалар бізге лек-легіменен ағылып келіп жатыр. Әрине енді жазғы лагерь, жазғы демалыс маусымы болғаннан кейін көктемнен бері, тіпті қыстан бері бізге әртүрлі мектептерден, балабақшалардан қоңырау шалып, алдын ала жазылып, орынды брондап, алдын ала тапсырыс беріп қойып жатыр. Сондықтан енді біздің кестеміз, біздің графигіміз биылғы маусымға енді лық толып тұр қазіргі таңда. Кереметпен сіздердің әлеуметтік желілеріңізден әдеби жаз атты экскурсиялық шараны көрдім. Бұл қандай шара, өзіңіз толық айтып? Иә, бұл әдеби жаз, сол жаңа мен айтып отырған жазғы лагерьге қатысты үлкен жобамыз. Яғни біз биылғы жазғы лагерь өзі дәстүрге сай жылда сол 2 маусымнан тұрады ғой. Бірінші маусым жаңағы бірінші маусым менен 20 маусым аралығын қамтиды. Екінші маусым 23 маусым күні басталып 11 шілде күні аяқталатын болады. Осы 2 маусымның аясында балаларға біз таңнан кешке дейін қызмет көрсетіп жатырмыз. Осы балалардың жазғы демалысын сапалы түрде ұйымдастыру мақсатындағы биылғы біздің жазғы маусымымызды әдеби жаз деп атадық. Былтырғы жылы біз смартфонсыз жаз деген тамаша жаңа маусымымызды балаларға арнаған болатынбыз. Бұл жерде енді қазіргі таңдағы өзекті мәселенің бірі балаларды телефоннан алыстату. Кез келген баланың қолынан смартфон түспейтін заман болды ғой. Сондықтан смартфонсыз жаз деп былтыр алған едік. Яғни балаларды кітап оқуға тарту, басқа да әртүрлі жаңағы үйірмелерге, ой сергіту, бой сергіту ойындарына қарай балаларды солай қарай қызықтыру, солай қарай тарту мақсатында болатын. Биыл да сол үрдістен жаңылған жоқпыз. Бізге келген балалардың қазір жаңағы қарап отыратын, телефон ақтаратын уақыты жоқ. Өйткені біздің кітапханашыларымыз әртүрлі бағытта жаңа қызықты ойындарды, зияткерлік ойындарды, спорттық ойындарды, қолөнері бар ішінде, сурет салу бар, әртүрлі бағытта балаларды қамтып, балалардың бос уақытын тиімді өткізуге атсалысып жатыр. Белгілі бір жазғы бағдарламалар жоспарланған есі? Иә, жазғы бағдарламаларымыз бар. Енді ол күнделікті жаңа балаларды қабылдайтын болғаннан кейін біз алдын ала дайындадық. Тек қана бір бағытта ғана балаларды жаңағы балаларға қызмет көрсететін болсақ, онда біз жас оқырмандарымызды жаңа жалықтырып алатын боламыз. Сондықтан біз сан алуан әртүрлі форматта, әртүрлі бағытта балаларменен жұмыс жасаймыз. Өйткені жаңа баланы зеріктіріп алмау керек, балаға қатты бір ауыртпалық салуға тағы болмайды. Сондықтан әдемі көңіл күймен, өйткені өздерінің жаңағы жазғы демалыстарын бізге атап өту үшін келген балаларды жақсы көңіл күйменен күлімдеп қарсы алып, уақыттарын тиімді пайдалы өткізуге барынша тырысып жатырмыз. Жақсы, негізі балалар оқу орталығына келетін жасөспірімдердің санын айта аласыз ба? Шынымен де қызығушылық көп пе, артып келе ме? Жақсы, санын енді бір орташа есеппенен айтатын болсам, бір күнде қазір 80-90-100-ге дейін оқушылар
немесе жаңағы ішінде балабақшаның да тәрбиеленушілері бар. Осындай біздің оқырмандарымыз қазіргі таңда келіп жатыр. Баланың бізге көп келуі ол бізге әрине жақсы. Біз де қуанып қаламыз. Әрі біз қазіргі таңда балалардың барлығына тегін қызмет көрсетеміз. Сондықтан да ата-аналар да, мұғалімдер де, әртүрлі мектептер де бізге әкелуге көбірек қызығушылық танытады. Өйткені жаңағы енді тегін болғаннан кейін әрине ата-ананың да қалтасына салмақ түспейді. Және біз де біз енді коммерциялық бағыттағы ұйым емеспіз ғой. Сондықтан біз балаларға тегін сапалы түрде қызмет көрсетуге тырысамыз. Және бір қызығатыны, біз қазіргі таңда тек қана балаларға кітап ұсынып, кітап оқыңдар десек, ол да балаларға кішкене ауырлау тиетіні белгілі. Өйткені 9 ай бойы балалар онсыз да мектептің қабырғасында білім алады, оқиды. Сондықтан қазіргі біздің беріп жатқан біліміміз, тәрбиеміз көбінесе жаңағы ойын бағытында, еркін форматта ойын бағытында болып келеді. Сондықтан да енді бір келген бала 2 рет, 3 рет келіп жатады. Осыған қарап балаларға біздің кітапханамыз ұнап жатыр деген ойдамыз. Демек, біздің өңіріміздегі мектептермен бір тығыз қарым-қатынас, байланыс бар сіздерде. Енді жақсы, жалпы осы лагерден бөлек кітапхана қызметкері болғаннан кейін осы кітап туралы жақынырақ өзіңізбен тағы сұхбат өрбісек, енді биыл өзіңіз білесіз, таңдаулы 100 кітап анықталады. Осыған тоқталып өтіңізші, өзіңіз кімді ұсынар едіңіз, қандай жазушыны ұсынар едіңіз? Енді кімді ұсынар едіңіз дегенде, бұл ойланатын сұрақ. Өйткені қазір әрбір адамның өзінің жеке талғамы бар, әрбір адамның жеке түсінігі бар, әрбір адам пікір білдіруге, ұсыныс айтуға құқысы бар. Сондықтан әркімнің жазушысы, әркімнің ақыны, әркімнің сүйікті қаламгері әртүрлі болуы бұл заңдылық деп айталам. Сондықтан енді біреу Мұхтар Әуезовті айтып жатады, біреу Мұхтар Мағауинді айтып жатады, біреу Мұхтар Шахановты айтатын шығар, бәлкім біреу Мұқағали Мақатаевты айтады, біреу Қадыр Мырзалиевті айтады. Оған талас жоқ. Себебі әркімнің талғамы әртүрлі деген ойдамын. Мен енді кітапханашы ретінде жаңағы оқырманға беретіні бар, тәрбиелік тағылымы бар, оқуға тұрарлық, оқыған адамды ерекше бір жақсылыққа жетелейтін, адамның сөздік қорын байытуға атсалысатын ақын жазушылардың барлығы таңдаулы ақын жазушылар деп өз басым айтар едім. Әрине оның ішінде енді астын сызып ерекше алып шығып айтуға болатын жазушылар өте көп. Ол шетелдік болсын, қазақстандық болсын, өткен ғасырлардағы, қазір тіпті жазып жүрген ақын жазушылардың ішінен де толымды дүниелер жазып жүрген біздің қаламгерлеріміз Аллаға шүкір бар. Сондықтан оны таңды таңға ұрып, мына ақынды оқыңыз, мына жазушыны оқыңыз деп айта беруге болады. Бірақ талғамға талас жоқ. Әркім қандай дүние оқыса да, жаңағы білмеген жанға сөздің бәрі маржан деген секілді, бұл жерде ерекше талғамменен қарап, өзіне бір тәлім, тәрбие, жақсылық, жақсы дүние алып жатса, ішінен оған талас жоқ деп ойлаймын өз басым. Ал жалпы мына балалар оқу орталығында қандай жанрдағы кітаптар көп? Балалар оқу орталығында енді алуан түрлі балалардың барлық сұранысын қамтуға тырысып жатырмыз. Өйткені бізге мектеп жасына дейінгі балалар да көп келеді. Сондықтан бізде бір ерекше кітаптар бар. Қазіргі мынау 3D форматтағы кітап дейді ғой. 3D форматындағы кітаптар, яғни ашқан кезде әртүрлі жаңа ұшақтардың, кемелердің, басқа да бір жаңағы дүниелерді балаларға қызығып, солардың жаңағы суреттері ішінен кәдімгі ұшақ секілді, кәдімгі кеменің бейнесінде шығатын кітаптар бар. Сонымен қатар сөйлейтін кітаптарымыз бар. Яғни әлі оқу білмейтін балаларға, мектеп жасына дейінгі балаларға жаңағы сөйлейтін қаламы бар. Сол қаламменен жаңағы кітаптарды оқуға, яғни тыңдау арқылы кітапты жаңа түсінуге болады. Бұл әрине мектеп жасына дейінгі балаларға арналған. Ал енді мектеп қабырғасында оқып жүрген балаларға, немесе студенттерге арналған, енді кез келген жастағы балалардың кітаптары бар. Өткен жылы, биыл да кітап қорымыз біршама байып қалды. Өйткені жаңа кітаптар көбірек түсті. Оларға оқушылармен бірге, жас оқырмандармен бірге өзімізде қатты қуандық. Себебі қазіргі таңдағы шығып жатқан кітаптардың сапасы, дизайны, балаға жаңағы бір әсер етуі, баланың қызығушылығын арттыруға
оң ықпалы өте зор, өйткені кітаптың дизайны, сапасы, бояуы, қазіргі таңдағы кітаптардың басым көпшілігі сапалы түрде шығып жатқанын ерекше айта кеткім келеді. Енді біздегі жанрлардың ішінде көп оқылатыны қазіргі таңда бұл ертегілер және комикс жанрындағы кітаптар ерекше сұранысқа ие. Сонымен қатар фантастикалық туындылар қазіргі таңда оқушылардың және жасөспірімдердің арасында ерекше бір сұранысқа ие. Бұл енді заманның талабы деп ойлаймын. Өйткені жаңағы фантастикалық туындыларды жазатын қаламгерлеріміз де қазіргі таңда ептеп көбейіп келе жатыр. Және жаңа комикстер бұл суретке қарап баланың жаңағы кітаптың ішін түсінуге, түйсінуге әкелетін жеңіл түрде баланың қабылдауына арналған жақсы бір жанр деп өз басым ойлаймын. Сондықтан осы комикстерге де қазір қызығушылық артып отыр. Осы сіз айтқан жанрдағы кітаптарды мына жаз айында балалар келіп алып кетсе болады, иә? Әрине, келіп алып кетсе болады. Себебі есігіміз қашанда ашық. Біз тек қана лагерь, жаңа жазғы лагерь, жазғы маусымдағы балалардың демалысын қана қамтып қоймаймыз. Біз бұрынғыдай жүйелі түрде кесте бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Және тағы да бір айта кетерлігі, мынау біздің кітапханамыздың ауласында ашық кітапхана деген жобамыз қазір жүзеге асып жатыр. Бұл ашық кітапхана жобасы кезінде, мынау карантин кезінде өмірге келген еді. Өйткені ол кезде жаңағы жабық ғимараттардың ішінде жұртшылықпен кездесуге, жұртшылыққа біз қызмет көрсету мүмкін болмады. Сондықтан ашық алаңқайларда, қауіпсіз жерлерде біз жұртқа қызмет көрсетуге шешім қабылдаған едік. Бұл енді бір амалсыздан туған дүние, амалсыздан туған жоба болады қысылған сәтте. Бірақ осы жобамыз әлі де өміршең болып тұр. Себебі жаңағы кітапханамыздың ауласында арнайы сөре тұр. Осы сөреге біз өзіміздегі қорымыздағы көбірек, яғни данасы қорымызда көбірек кітаптарды осы жерге қойып қоямыз. Біздің оқырмандарымыз келіп, қарап, оқып, ұнағандарын өздеріне үйге алып кетеді. Бұл жерде кітаптың былайша айтқанда қатты бір сұрауы жоқ. Өйткені бізге келіп оны арнайы тіркетіп, жаңа рұқсат алып, біз 14 күнге кітап береміз ғой үйге. Ондай емес. Бұл жерде қаласа оқырман алып кетеді. Немесе оқып болғаннан кейін әкеп сөреге қайтадан қойып қояды. Тіпті болмаса жаңағы үйінен өзі оқып, енді басқа жұрт оқысын деген кітаптар болады ғой. Осындай кітаптарды әкеп сөремізге қойып жатқанда оқырмандарымыз бар. Өйткені енді олар да кітапханадағы кітаптар азайып қалмасын деп іштей уайымдайтын болу керек. Сондықтан жалпы мен өз басым айтам, қаламгерлердің көпшілігіне кітап шығарсаңыздар, кітаптарыңыз жарыққа шықса, міндетті түрде кітаптарыңызды кітапханаға тапсырыңыздар. Өйткені үйдегі кітапты бір адам оқиды, кітапханадағы кітапты көп адам оқиды. Сондықтан біреу болмаса да біреу сіздің кітабыңызды ашып, танысып, сізді өзіңіздің кітабыңыз арқылы біліп жатса, ол қаламгер үшін үлкен бақыт, үлкен жетістік деп ойлаймын. Бұл ашық кітапхана жобасы да жазғы маусымда әлі қара күзге дейін өз жұмысын жасай беретін болады. Ал кітапхана қызметкері қандай болу керек? Кітапхана қызметкері енді көбісі ойлайды, қайда жұмыс жасайсың десе, кітапханада десе, құр бір столдың басында отырып, келген қонақтарға кітапты беріп, немесе әкелген кітапты қайтадан қабылдап алып, болды, бітті, осыменен жұмысы шектелетін адам деп. Енді бәлкім бұрынғы кезде солай болса болған шығар, бірақ қазіргі таңда біздің кітапханаларымыздың басым көпшілігі жаңағы ғылыми әмбебап кітапхана болып аталады. Атауы айтып тұрғандай, біз ғылымға да және ғылымның әртүрлі саласына да, қоғамдағы әртүрлі әлеуметтік салаларға да етене жақын, етене араласамыз. Сондықтан кітапханашы қандай болу керек деген сұраққа, енді кітапханашы бірінші педагог болу керек, психолог болу керек, оратор болу керек, ол активист болу керек, ол қысқаша айтқанда жан-жақты болу керек. Сіз кітапханаға келген адамның жай күйін жасауға дайын болуыңыз керек. Ол қандай кітап оқимын десе, оны тауып беруге, ол қандай дүниемен айналысқысы келеді, сол жайында ақпарат беруге, қызмет етуге барынша тырысу керек. Өйткені біздің кітапханамыз адамдардың жаңағы бір күнделікті күйбең тіршіліктен шаршаған кезде,
рухани тазаруға, рухани демалуға, өзіне жақсы оң энергия алуына сол үшін келетін бірден бір қасиетті ғылыми әдеби орда, әдеби орталық. Сондықтан бұл жердегі атмосфераның, бұл жердегі жаңағы адамдарға деген қарым-қатынастың барлығы ізгі, барлығы жылы болу керек. Кітапханашының да жүзінен, келбетінен, жүріс-тұрысынан адамгершіліктің түрлі жақсы қасиеттері есіп тұру керек деп өз басым ойлаймын. Экранның ар жағында біз көріп отырған кішкентай балалар болуы мүмкін. Өзіңіз не айтарсыз, қандай тілегіңіз бар? Құрметті біздің жас оқырмандарымыз, кішкентай достарымыз, баршаларыңызды Сүлеймен Байзитов атындағы балалар оқу орталығына міндетті түрде шақырамыз. Келіңіздер, сіздерге әрдайым есігіміз ашық. Себебі кітап оқыған бала, кітапханамен дос болған баланың болашағы әлбетте жарқын болады. Сондықтан бізге келуге асығыңыздар. Жақсы. Рахмет көп-көп Алпысбай аға. Өте мағыналы сұхбат болды. Хабарымызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Ал құрметті көрермен, біз екінші қонағымызды қарсы аламыз. Құрметті көрермен, еске сала кетейік, тікелей эфирде телеорталық хабары жалғасып жатыр. Біз екінші қонағымыз жайғасып үлгерді. Алдымен енді жалпы балалардың бос уақытын жазғы маусымда пайдалы әрі қызықты өткізу үшін Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапханада 5 күндік лагерь ашылады екен. Жалпы бұл қандай лагерь, оның мақсаты қандай? Бұл туралы толығырақ бізге осы жобаның үйлестірушісі Дария Тоқтар айтып береді. Дария, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер, рахмет. Мен біздің лагеріміз жайлы айтып бергім келеді. Біздің лагерь 2 ауысымда өтетін болады. Яғни бірінші ауысым бізде қазақ тілінде өтеді, ал екінші ауысым бізде орыс тілінде өтеді. 2 ауысымда 5 күннен болады. Әр күн ішінде біз әртүрлі тәжірибелерді жасаймыз. Яғни әр күнде біз теорияны да практиканы да бірдей алып жүреміз. Шын мәнінде бұл лагердің ең қызық жері, ол бұл лагердегі практиканың өте көп болуы. Яғни көп жерде бізде балалар қалай оқиды мектепте? Теория, одан кейін есеп шығарады, жазады, бірінші шығарады. Ал біздің лагерде керісінше, аз теория, өте көп практика. Яғни әр тәжірибені бала өзі жасап көреді, өзі оны стайды, құрады, одан кейін үйге келіп ата-анасына айтып береді. Яғни баланың осы STEM бағытына жүрегі ашылады. Керемет. Енді бұл бағытты өзің қайдан үйрендің? Қандай бағыт жалпы? Шын мәнінде бұл лагердің бағыты бұл STEM бағыты, яғни бұл жерде бізде көбінесе нақты ілімдер, яғни ол жерде бізде аэроинженерия болады өте көп, әртүрлі тәжірибелердің ішінде біз қиямыз да, біріншісіне клейлейміз де, біріншісіне құрамыз да. Яғни бұл жерде көпірден бастап зымыранға шейін әртүрлі нәрселер болады. Яғни бұл біздің бағытымыздың ең басты жағы, ол қазіргі STEM-нің өзектілігі. Шын мәнінде соңғы уақытта бізде цифрлық әртүрлі ілімдер өте өзекті болып жатыр. Яғни соңғы уақытта бізде технология уақыты дейді ғой, технология ғасыры дейді. Сол шын болғаннан кейін біз осыны әрі қарай дамытқымыз келеді. Шын мәнінде жыл сайын бізде жазда өте көп әртүрлі лагерьлер болады. Бірақ STEM бағытындағы лагерьлердің саны өте аз. Енді біз сол лагерьлердің санын көбейткіміз келеді. Осы біздің кітапханада өтетін лагерьдің өзі бірінші рет өтейін деп тұрып деп айтсақ та қателеспейміз, иә? Жалпы енді жоба үйлестірушісі ретінде өзін айтып өтші, қазір қатысушылардың қызығушылығы қандай, шынымен тіркеліп жазылып жатыр ма? Шын мәнінде қазіргі таңда бізде 50-ден астам бала тіркеліп өтті. Өте керемет. Өте жақсы. Шын мәнінде бізде әр ауысымға 15 орыннан болған еді. Бірақ тіркелген баланың саны өте көп болғаннан кейін біз орындардың саны көбейттік. Яғни қосымша материал алдық, қосымша құрылғылар сатып алдық. Сондықтан қазіргі таңда тегін одан көбірек бала бұл лагерьлерге қатыса алады. Яғни біз үшін ең маңыздысы балаларға STEM-ді көрсету. Өкінішке орай мектептерде көбінесе физика, математика секілді ілімдерді тек теорияда өтеді. Балалардың көбі теорияны біледі, бірақ практиканы оны көрмеді. Соның кесірінен көбінесе балалар оны қызық емес деп көреді. Бірақ шын мәнінде ол қызықты нәрсе. Бір нәрсені құру, бір нәрсені клею, бір нәрсені өз қолмен жасау.
Сондықтан біздің лагерь ол былай өтеді. Яғни күннің басында әрдайым бізде ең бастысы қауіпсіздік техникасы болады. Себебі балалардың қауіпсіздігі ең бірінші орында болады. Одан кейін бізде кішкене теория өтеді. Теориядан кейін уақыттың көбін, яғни 1,5-2 сағат бойы бізде практика алады. Яғни теорияда алған мағлұматты қолданып, балалар практикада эксперименттерді өздері жасайды. Яғни бұл жерде бізде балалар кішкентай топтармен әртүрлі эксперимент жасап, осы нәрсені көреді өз көзімен. Ол қалай істейтіні, неге ол осылай істейді, неге бұл жерде мынау тұрады, ол қалай құрылғанын бәрін көреді, бәрін біледі. Жас айырмашылығы бар ма? Я, шынында бұл жерде бізде әртүрлі тәжірибе болғаннан кейін, кейде біз біріншіден ыстық жермен істейміз дегенде болғаннан кейін, оны жастан әрі қарай балаларды қабылдаймыз. Себебі бұл жерде біз үшін ең маңыздысы баланың сана ойы болғандықтан. Яғни сана ойы бар бала өз бетімен өзі клейді қолмен ұстамайды дегенде біз қауіпсіздікті түсіндіреміз, бірақ баланың түсінуі өте маңызды болып табылады. Сондықтан біз 10 жастан асқан балаларды аламыз. 13 жастан асқан 10 жастан асқан балаларды. Шын мәнінде бұл бағдарламаның басты аудиториясы бұл оқушылар, яғни 10 жастан асқан оқушылар. Олар жазғы уақытта бос болады. Олар мектептен кейін енді жыл бойы уақыты бос емес, мектеп мынау болады. Ал қазір жазда балалардың көбі ештеңе істемейді. Олардың уақыты бос, бірақ не істерін білмейді. Лагерьлердің қазір саны өте көп, бірақ көбі несе олардың ақылы болады. Тіпті мектептегі лагерьлердің көбі де ақылы болуы мүмкін. Анау толық күнді лагерь бар, жарты күндік лагерь бар. Ал бізде ол күнне 3-4 сағат болса да, ол тегін, балалар түгел керек нәрсені алады, құралдарды, барлық ақпаратты алады. Және де балалар ең маңыздысы бұл нәрсені жүрекпен жақсы көре алады. Себебі көбі оны дұрыс көрмеді, дұрыс түсінбеді. Ал біз оны басқа жағын көрсетеміз. Теориядан басқа қызықты практиканы көрсетеміз. Осы лагерді аш-айық осындай өткізейік деген идеяны өзің ұсындың ба? Шын мәнінде иә, бірақ ұсынудың өте маңызды себебі болған еді. Мен өзім сіңілім, ол да STEM бағытымен өте қатты қызығады. Бірақ осы жылы ол жазда бір жаққа барамын, бір нәрсе көремін деген еді. Шын мәнінде мен отбасым үлкен, сондықтан ол өте көп идеяларын басқалармен бөліседі. Біз үшін бұл өте қызықты болған. Осыдан кейін біз осындай қызықты Павлодар қаласының ішінде болатын лагерьлерді іздеген едік. Бірақ шын мәнінде STEM бағытында және қазақша Павлодарда болатын лагерьді біз таба алмадық. Сондықтан осы 3-4 ай бұрын осы идеяны біз ұсынған едік. Ұсынысымызды қабылдады кітапхана. Соның арқасында қазір біз STEM лагеріне дайындалып жатырмыз. Керемет. Сол қазіргі таңда тіркелген ата-аналарды, балалардың бәріне біз қоңырау шалып жатырмыз. Шын мәнінде тіркелу әлі жабылмады. Себебі екінші ауысымға әлі 2 апта бар. Яғни бірінші ауысым балалардың бәрі қазір бәріне қоңырау шалдық, бәрі топқа қосылған, бірақ екінші ауысымға тіркелгісі келетін адамдар әрі тіркеле алады. Бірінші ауысым қазақ тілінде өтеді, иә? Бұл қай күні басталады? Бірінші ауысым келесі дүйсенбі күні басталады, 23 күні. Бізде күн сайын сағат 3-тен 7-ге дейін, 6-ға дейін балаларға үлгергеніне қарап бізде болып отырады лагерь. Яғни өте маңызды нәрсе 4 күн бойы біз теория береміз, сосын балалар оны жасап көреді. Практикада жүзеге асырады. Иә, ал 5-ші күн ерекшелігі бар. Неге? Себебі бұл күні біз теория бермейміз. Балалар 4 күнде үйренген нәрсені қолданады. Яғни 5-ші күні біз тапсырма береміз. Балалар өз бетінше 3-4 адаммен топтарға бөлінеді, өз бетінше оны орындайды. Біз құрал жабдықты береміз, уақыт береміз. Бірақ орындауы әр топта, әр балада әртүрлі шығады. Соған қарап, біз сонда біздің лагеріміздің жеңімпаздарын табамыз. Оларға біз құнды сыйлықтар дайындап қойған едік. Яғни балалар үшін бұл қосымша мотивация, сыйлықтарды алу, бірақ лагерде өткен барлық балалар лагерь өтті деген сертификат алатын болады. Жақсы. Сіңілмен бірге өткізесің? Иә, сіңілім маған көмекші ретінде болып жүреді, себебі ол үшін бұл өте қызықты нәрсе, бірақ ол осындай лагерьлерде болып көрмеді. Ол оны көргісі келеді, көмектескісі келеді. Ол мен секілді жай ғана көру ғана емес, бірге болу, 11 бөлігі болғысы келеді. Дария жаңа өзің айтып өттің, бізде 2-ші ауысымға орындар бар деп, сенде қазір мүмкіндік бар. Кімдерді шақырар едің?
ұсынар ма едің өзің? Шын мәнінде мен осы екінші ауысымды да бірінші ауысым секілді 7-6 сынып оқушыларына өте қатты ұсынар едім. Себебі осы балалар жаңа ғана физика секілді нәрселер көре бастады. Осындай ғалымдарды жаңа көрді, жаңа үйреніп жатыр. Және де осындай балалар үшін ең алдымен оны көру, оны сезіну өте маңызды. Себебі осы процесстарды түсінетін адам оны теорияда да жақсырақ үйрене алады. Осына нәрсені көрген адам оны қызығушылықпен үйренеді. Сонымен қатар ата-аналарға да өте үлкен айтатын сөзім бар. Себебі шын мәнінде балалардың көбі алдында айтып кеткендей, қазіргі уақытта жан-жақтағы нәрсені көре алмайды. Себебі олар телефонда отырады, ғаламторда жеке әлемде болады. Ал бұл лагерь тек қана STEM нәрсені үйрену ғана емес. Ол жан-жақтағы қатарластармен сөйлесу, бұл командада жұмыс істеу. Себебі түгел 5 күн топтық жұмысты қамтиды. Түгел 5 күн ол басқа балалармен бірге жұмыс істеу, бір нәрсені көру, бір нәрсені үйрену, және ең маңыздысы бұл жерде тікелей қатысу. Себебі біз ешқай күнде мынаны істе деп айтпаймыз. Біз балаға теория береміз, бірақ ол оны өзі істейді. Біз оған жол көрсетеміз, бірақ идеяны өзі әрі қарай бала өзі жасайды. Ең маңызды нәрсе бұл баланың қиялына шек қоймаймыз. Қалай істесе, солай істегісі келсе, солай істейді дегендей. Керемет, сәттілік тілейміз жақсы өтуіне. Енді Дария өзіңді осы кітапхананың белсенді оқырманы ретінде жақсы танимыз. Өзің айтып өттің, ұсынысымды білдірдім, және ол кісілер бірден қолдады деп. Демек, бұл саған артылған үлкен сенім, жауапкершілік. Сондықтан шынымен сәтті әлі қызықты өтеді деп ойлаймыз. Енді өзің білесің, биыл мына біздің жалпы елімізде таңдаулы 100 кітап өтіп жатыр. Яғни оның аясында анықтайтын боламыз, таңдаулы 100 кітап. Енді өзің айтып өтші, сен оқырман ретінде қандай жанрды ұнатасың, қандай кітаптарды ұнатасың? Шын мәнінде бұл өте қатты танымал емес жанр. Яғни қазіргі заманда оны аз адам оқиды, бірақ маған классикалық кітаптар ұнайды. Яғни шын мәнінде көбі оны ауыр жазылған деп ойлайды. Көбі ол сөздерді қазір қолданбаймыз, түсінбейміз дейді. Бірақ мен үшін бұл бір ерекше нәрсе, ерекше әсер береді. Классикалық кітаптар, себебі ол жерде атмосфера басқа, ол жерде адамдардың түсінігі басқа. Біз кітап арқылы бірнеше 100 жыл бұрын өмір сүрген адамның көзімен әлемді көре аламыз. Олар әртүрлі нәрсені қалай көрді, нені маңызды, нені құнды деп көрген нәрсені көре аламыз. Сондықтан мен үшін бір кітап таңдау қиын, бірақ осы классикалық кітаптарды шын жүректен сүйемін. Әсіресе осы біздің мектепте болған кітаптарды көбі қызық емес дейді. Бірақ шын мәнінде оларды осылай оқып, зерттеп қарағанда ол жерден өте терең маңызды ойларды шығаруға болады. Яғни ең алдымен ол кітаптардың мен үшін құндылығы ол біздің ата-бабаларымыздың ойлары, олардың қалай көргені, нені маңызды деп санағаны. Себебі қазірде өткен уақытта да кітап шығару үшін ол өте үлкен еңбек, өте көп уақыт, редакция, жазу секілді. Сондықтан әсіресе бұрынғы кітаптарда өте тек қана санаулы, маңызды ой әкелетін кітаптар ғана шығып отырған еді. Сондықтан мен үшін осы бұрынғы ескі кітаптар әсіресе маңызды деп санаймын. Қаншалықты кітапханаға жиі барып тұрасың? Белсендісің бе? Шын мәнінде өте белсенді барамын. Қателеспесем, өтірік айтпасам, аптасына 3-4 рет барып жүремін. Себебі ол жерде ең алдымен біздің әмбебап кітап залымыз бар. Ол жерде өте көп кітап бар. Бұрынғы мен жақсы көретін кітаптардан бастап, қазіргі заманауи кітаптар да бар. Әртүрлі кішкентай тақырыптар бойынша да сирек кездесетін кітаптар да бар. Бізде жеке сирек кітаптардың бөлмесі де бар. Яғни бұл жерде біздің кітапхананың фонды өте сирек, үлкен, және соған қарамастан өте әртүрлі тақырыптарды қамтиды. Сондықтан мен кітапханада жиі боламын, кейде өзінің қызығушылығымен, кейде әртүрлі осы секілді жобалармен, ал кейде сабаққа керек, оқуға керекті бір тақырыптарды зерделеу үшін келіп отырамын. Жақсы, түсінікті. Рахмет, Дария, көп-көп. Өте пайдалы, маңызды мәліметтермен бөлісіп өттің. Құрметті көрермен, біз бүгінгі хабарымызда балалар оқу орталығының жұмысымен әрі жаңадан ашылатын лагерьмен таныстық. Сондықтан хабарымыз қызықты болды деген ойдамыз. Келесі кездескенше аман сау болайық.